Қайырлы таң десем ат тоғыздан кетті, жана енді тұрайын деп жатырмын. Ойбай, қол сасап жүдірін. Айтпақшы, бүгін 14 февраль, День Святого Валентина дейді. Бірақ оны қазір бізде Қазақстанда оны тойламаймыз деп істеді ғой. Бізде өзіміздің праздник бар. 15 ақпан ба, қандай? Ойбай, ақпан емес. 15-ші бір күн ұмытып қалдым, даже білмейді екенмін. Бірақ бізде бұрын мектепте оны бір тойлаған секілді ма, бір жашық қоятын. Бәрі бір-біріне открытка беріп сөйтетін. Мен де осы көрсеттім. Осындай открыткалар бар менде негізі. Бірақ менде бұнда көбінесе қыздарға беретінбіз, біз негізі бар ғой. Қыздарға ғана беретінбіз. Болатын арасында бір ұлдар қыздарға беріп, қыздар ұлдарға. Бірақ мен өзім қыздарға беретін, маған қыздар тоже беретін. Білмеймін, мектепте сондай болатын, бір жашық қоятын таңертең. Сол жашыққа бәрі барып открытка салады өздерін. Содан кейін сол недерді істеп алып келетті классқа. Соны істеп алатынбыз біз істеп қазір көрсеттім. Кім маған беріпті деген секілді ше. Негізі класстастарым көп, менен қазір особо общаться етпеймін. Инстаграмнан ғана көреміз ғой содарды. Алнұр дейді мына жерде. Ойбай, бұл қызды вообще көрмеген ағай заман. Мектеп бітіргелі көрген жоқпын ғой, осы шын айтсам. Алнұр дейді. Арай 7-ші А дейді. Ағай Арай. 2 Арай болатын о класста. Біреу Дәулетханова Арай, біреу Досанова Арай дейді. Досанованы жазу қойдым, Дәулетханованы жазу былай қис-қис бір түрлі қойдым. Тағыдан мен дейді. Ашқым бәріміз ғой. Мындай открытка екен. Ашамыз. Гера дейді. Ой, Герасы кім деген. Әйгерім, бір жылдар бізде 6 әйгерім болған бір класста. Солардың қайсысы, даже не помню. Әйгерімдер көп болған бізде. Тағы бір әйгерім. Әйгерім Т дейді. 90-Ғалиева әйгерім деген қыз ғой деймін. Әйгерім Т дейді. Бірақ Т әйгерімнен екеу болған, бірақ 90-Ғалиева сол керек. Не деген болатын еще бізде. Қазір Слямова фамилиясы, Тұрсынова болған. Раушан деген бір қыздар. Раушан деген қыздың открыткасы. Жинала бәл жатыр осы открыткалар менде почему-то. Ажар дейді. Ажар деген қыз болған бізде баяғыда бір 6-7 класстарда оқыған. Көзі көк болады. Көк көзде бұлдар мазақтайды. Ол барып жылайды сосын. Мынандай нәрсе жатыр. Біз бір 6 класста бір практиканттар болған. 14 февральда ма бірден кестеген. Содан қалған, білмеймін, почему-то тоже сақтап қойыппын. Зачем болмаған? Очень странно. Коля дейтін, Ақмарал деген қыз ғой, баяғыда мен лучший подружка болғанбыз бұл қызбен. Соны араласпай кеттік қой. Қай жылдарыз? 7-ші классқа дейін подружка болып жүрдік ба, содан кейін, 8-ден кейін вообще сөйлеспей кеттік. Сондай, мынау да сол қыздық Ақмарал деген. Біз туған күнімізде бір-бірімізге подарок беріп істейтінбіз. Менікі жазда болса ол күзде алып келіп беретін подарок. Тағы алдыңдық күшті күтеді. Жұлдыз 8-ем. Жұлдыз деген оғай жұлдыз. Бір Мейрамбекова жұлдыз деген ғой. 8-ем мен 8-ші класста математика классында оқығам. Пысықсып өзім математикаға барып. Нормально оқыдым, бірақ қиналып кеттім ғой.
Гүлнұр дейді. Гүлнұр деген қыз болды. Қазір міне балаларға массаж жасайды. Жақсы міне. Инстаграм бар. Тағы да бір. Мына тоже Гүлнұр деген қыздікі. Мен айттыр. Күшті ме? Открыткасы күшті ме? Ішінде бір открытка бар. Андай. Жақсы Гүлнұр деген былай. Так, тағы да не? Раушандікі ғой. Раушан деген қыздікі ме? Раука дейді. Раука деп бәрін жазып ұстапты. Көріне ме? Жоқ, байық бітті. Мына бәрін мен үшін сақтап жүрмей, сақтап қойсын открыткаларын. Для тебя дейді Маржан. Назым класстасы Маржан ба? Кім? Маржан дейді. Маған неғып открытка беріп жүр. Ондан жіберді. Ой, құдай. Айка дейді. Айгерім деген қыз ғой. Айка дейді. Днем 8 марттан открыткасы неғып жүр мына жақта. 8 марттан открыткасы кіргетті арасына. Бұны ұлдар берген, кажется, мектепте ұлдар подарок береді ғой, обычно 8 мартта. Сол кезде ұлдардікі болу керек, өйткені аяғым деп апай жазбапты. Апайдың жазу ғой деймін. 8 март жүр арасында. Сердце шлю, Гүлнұр дейді. Тағы бір басқа бір жылды берген болу керек. Тағы Гүлнұрдың үш открыткасы жүр, короче. Гүлнұр мен жақсы көреді кеткізі. Айко дейді. Наукымдағы Айко деп Айгерімдерді айтады ғой. Бір Айгерімнің біреу болыр. Тағы бір Айгерім. Мынау енді точно Мұхтарова Айгерім деген қыз. Есімде бар. Мұхтарова. Осы қызбен мен сөйлесіп жүремін ғой. Көп сөйлеспесем де айтып сөйлесіп тұрамын бұл қызбен. Ең сол сезде жүрген осы қыз ғой. Басқадармен особо сөйлеспейді екен. Ақмаралдікі. Аколя деп өзін. Аколя. Сол. Бұрын осындай болған бізде. Қазір енді тойламаймыз деп 15-ші бір күн. Қандай? Апрель, 15-ші апрельде емес пе бізде қазір. Қыз көрпеш баян сұлу күні деп онда қарқып ешкім тойламайды, бірақ көбіне осы Святой Валентина деп бір-біріне подарок беріп жатады ғой қазір. Білмеймін енді. Біздікі болсын болмасын айту осындай немене болыпты ғой бізде. Открытка беріп бір-біріне. Білмеймін енді не болса да, тойласа да, тойламаса да айту бізге қазір немене ғой. Подарок беріп жататын ешкім жоқ. Бізге бәрібір ғой. Сол чай ішем қазір, чай қайнатып қойдым. Қайнатып жатырмын дегенім ғой. Қуаныш ұйықтап жатқанда, как всегда, чай ішіп алу керек. Чай қайнап жатыр. Бай-бай. Ыстығына. Мен бүгінгі завтракым. Кешегі бутерброд, хлеб с маслом и творожная масса с грецким орехом. Что вот так? Еще түрлі вкустары бар. Маған ұнайды. Доставкада жүрмін күшті да. Үйден шықтым. Мен автошкола жаққа бара жаттырмын. Бізде қар жауып тұр. Сол мама айтады, 5 кезінде басталу керек еді деп. Қазір 3-тен кеткенде уже басталып қойды. Почтада отырмын. Алинаға келіп сертификатын бердім. Алинаға.
мен фикс прайсқа кіріп қуанышқа 10 тишка алдым. Суперсыз.